Елімізде баспана алу мүмкіндігін 7-20-25 бағдарламасы арқылы жүзеге асыруға болатыны баршаңызға белгілі. Елбасының тапсырмасына сәйкес мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлеріне жеңілдік жағы ойластырылып, бастапқы жарнаны төмендетудің амалы ретінде алғашқы жарнаның 10%-ын жергілікті бюджеттен субсидиялау көмегі қарастырылған. Дәл осы әзірленген бағдарлама біздің Қарасай ауданымызда да жүйелі түрде іске асып, мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлерінің бірқатары баспаналы болуда. Солардың бірі баспана бақытына ие болған жандардың қатарында аудандық статистика басқармасының жетекші маманы Ақжол Қыздарбеков. Ақжол өзінің алғашқы 2 бөлмелі пәтерін көпке құтты қоныс сыйлаған Қарлығаш ықшам ауданынан алып отыр. Жаста болса өз үйіне қол жеткізіп отырған Ақжол мемлекеттің осындай көмек көрсетіп отырғанына өте қуанышты. Осы 2-3 күн болды кілтті алғаныма. Қарасай аудандық әкімшілігіне рахмет, субсидия беріп, көмек беріп, елбасымызға рахмет, осы бағдарламаны жастарға қолайлы қылып жасап, бізге көмек ретінде беріп жатқанына. Тұрғындарға барлық жағынан жағдайы қарастырылған осы Қарлығаш ықшам ауданынан дәл бүгін аудандық ветеринария бөлімінің бас маманы Ақмарал Әбдірайымоваға да баспана кілті бұйырды. Біраз жылдар бойы пәтер кезегінде тұрған қуаныш иесі өз алғысын да жасыра алмады. Мен 7-20-25 бағдарламасы бойынша бір бөлмелі пәтерге қол жеткізгеніме өте қуаныштымын. Әкімдік тарапына үлкен алғысымды білдіремін. Мен 2010 жылдан бері кезекте тұрғаныма 9 жылға айналған. Биыл осы бағдарламаның іске асуының арқасында мен бір бөлмелі пәтерге қол жеткізіп отырмын. Ақмарал сияқты мемлекет тарапынан қолдау көріп отырған аудандық полиция басқармасы көші-қон бөлімшесінің аға инспекторы Жанар Жүнісова Қаскелен қаласындағы Алатау ажары тұрғын үй кешенінен 2 бөлмелі пәтерге ие болып, көптен күткен арманына қол жеткізіп отыр. Мен мемлекеттік қызметші ретінде кезекте тұрғаныма 5-6 жыл болды, бірақ осы жақында ғана осы Алатау ажарынан 2 бөлмелі пәтерге ие болдым. 7-20-25 бағдарламасымен жаңа мемлекеттің көмегімен субсидия беріп 1 миллион өте қуаныштымын. Ал осы 7-25 бағдарламасы аясында пәтерлердің үлестірілуі және қандай банктермен келісімшарт жасасу жайында аудан әкімінің орынбасары Алмазбек Әшімбай ашып айтып, алдағы уақытта тағы қанша тұрғын үй берілетінін де мәлім етті. Аталған бағдарлама бойынша әр үміткер, әр жеке тұлға екінші деңгейдегі банктерге, яғни Халық банкі, Банк Центр кредит, АТФ банкі, Цесна банк, Сбербанк, Форте банктеріне өтініш білдіре алады. Ағымдағы жылы осы маусым айынан бастап жылдың соңына дейінгі ағымда 19 жылға 114 пәтер осы аталған бағдарламамен үлестіру жоспарлануда. Жалпы ауданымыз бойынша мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлері үшін 100 пәтерге тұрғын үй субсидиясы деп аталатын әлеуметтік көмек қарастырылса, қазіргі таңда оның ішінде 29 үміткерге сол қаржылай көмек өз пайдасын тигізіп отыр. Бір айта кетерлігі, үйді сатып алу кезінде бастапқы жарнаға көмек ретінде 1 миллионнан артық емес субсидия берілетінін ескерген жөн. Сюжетті дайындаған Дидар Мұхамадиев.